Барлықтарыңызға қайырлы күн. Егер сіз бизнес ашып, ИП немесе ТО екеуінің қайсысын таңдарын білмей жүрсеңіз, онда қазіргі видео дәл сізге арналады. ИП мен ТОның айырмашылығын жақсырақ түсіну үшін мен сіздерге осындай кесте дайындап қойдым. Бұл кесте арқылы қазір сіздерге разбор жасаймын. Бірінші бағанаға назар аударыңыздар. Бұл жерде атауын және режимін жазып кеттім. Яғни бізде ИП және ТО болады. ИП упрощенный режимде болады және общий установой режимде болады. Және де ТО упрощенный режимде болады және ТО общий установой режимде болады. Негізгі дұрыс салық режимін таңдау үшін мына видеоны қараңыздар. Ал мен сіздерге басты айырмашылықтарын айта кетсем. ИП ашсаңызда, ТО ашсаңызда сіздерде міндетті түрде растайтын құжаттар болуы қажет. ИП ашуда, ТО ашуда қиын емес. ИП-ны лицензия сайты арқылы, Каспий приложениесі, халық приложениесі арқылы ашуларыңызға болады. Ал ТОны сіздер egov.kz сайты арқылы ашасыздар. ИП ашқан кезде сіздерде міндетті түрде талон және уведомление болуы қажет. Ал Каспий приложениесі мысалы арқылы ИП ашсаңыздар, олар сіздерге тек қана уведомление береді, талон бермейді. Ал талон мен уведомлениені телефон арқылы қалай алу керектігін білу үшін мына видеоға өтулеріңізге болады. Мен бұл видеоны бұдан бірнеше ай бұрын жасаған болатынмын. Енді ТОның растайтын құжаттары бұл устав, решение және приказ. Яғни бұл құжаттарды өздеріңіз жасайсыздар және оларға қол қоясыздар. Енді осы ИП ТО ашқаннан кейін, растайтын құжаттарын алғаннан кейін сіздерде, егер ТО болсаңыз, сіздерде міндетті түрде печать, яғни мөр болу қажет. Ал ИП-ға бұл міндет болып есептелінбейді, яғни ИП-лар өздері біледі. Енді салықтық ставкаға келетін болса, ИП упрощенный режим жұмыс жасаса 3% құрайды, ИП общий установой режимде жұмыс жасаса 10% құрайды, ТО упрощенный режим жұмыс жасаса 3% құрайды, және ТО общий установой режимде жұмыс жасаса 20% құрайды. Келесі басшысы, яғни ИП болған кезде сізде бір ғана басшы болады. Ал екінші басшыны алуға сіздің құқыңыз жоқ, себебі ол сіздің жеке атыңызға жазылады. Ал ТО ашсаңыз сізде бірнеше басшы болуы мүмкін, яғни бірнеше учредитель болуы мүмкін. Біреу ғана қоюыңызға болады, ТОның басшысы қылып, немесе бірнеше адамды қоюға болады. Учредитель, яғни құрылтайшы ретінде. Келесі отчет. Яғни егер сізде ИП упрощенный режимде жұмыс жасаса, 910 форманы тапсырасыздар. Егер ИП общий установой режимде жұмыс жасаса, 200 форманы тапсырасыздар квартал сайын, және жылына бір рет 220 форманы тапсырасыздар. Келесі, егер сізде ТО упрощенный режимде жұмыс жасаса, 910 форманы тапсырасыздар жылына 2 рет, және де ТО общий установой режимде жұмыс жасаса, 100 форманы тапсырасыздар жылына 1 рет, және 200 форманы тапсырасыздар жылына 4 рет. Келесі НДС. Кейбір кісілерде бір қате пікірді мен байқап қалдым. Олардың ойынша ИП жұмыс жасаса, НДС төлеуге болмайды. Бірақ НДС-ті сізде ИП болсын, ТО болсын, егер сіз порогтан асып кететін болсаңыз, сіздер міндетті түрде НДС төлейсіздер. Сондықтан НДС-ті ИП-ларда, ТО-ларда төлейді. Келесі статистикалық отчет. Статистикалық отчетты негізінен ИП-лар төлемейді. Өте сирек жағдайда ғана статистика отчетты тапсырады. Ол туралы мен алдыңғы видеода айтып өтемін. Ал қазір жалпылама алсақ, негізі ИП-лар стат отчетты тапсырмайды. 99-да 99% тапсырмайды. Ал сізде ТО бар болатын болса, онда сізге міндетті түрде статистикалық отчет тапсыру керек. Оны тапсыру үшін сіздер stat.gov сайтына кіресіздер. Келесі, егер сізде ИП болса, сізде толық жауапкершілік болғандықтан кейін, сіз ол ИП-ны ешкім атына сата алмайсыз. Яғни ол сіздің атыңызда ғана болады. Ал егер сізде ТО бар болатын болса, онда сіз өзіңіздің дойлаңызды толықтай немесе белгілі бір бөлігін басқа бір адамға сатып жіберуіңізге болады. Келесі, егер сіз Қазақстан Республикасының азаматы болмасаңыз, онда сіз ИП аша алмайсыз. Ал егер сіз Қазақстан Республикасының азаматы болмасаңыз, бірақ бизнес ашқыңыз келсе, онда сіз ТО аша аласыз. Яғни нерезидент тұлғаларға ИП ашуға болмайды, бірақ олардың атына
ТО ашуға болады. Сонымен қоса мен тағы да бір қате пікірлердің бірін естідім. Кейбір адамдар ИП мен ТО-ның айырмашылығы ИП-да доход аз, ал ТО-да доход көп деп ойлайды. Ол қате пікір. Екеуінде де доход қанша болса сонша болуға болады, яғни шексіздікке дейін жетуіне болады. Ең бастысы сіздер салық төлеуді ұмытпаңыздар және салық есептілігін тапсыруды ұмытпаңыздар. ИП мен ТО-ның басты айырмашылығының біріне мен ИП-да негізі адамның жеке басына рәсімделгендіктен толық жауапкершілікті ИП өз мойнына алады. Ал ТО-да аты айтып тұрғандай жауапкершілігі шектеулі болады, яғни жауапкершілігі белгілі бір шеңберде ғана болады. Мінекей мен дәл осылай сіздерге мысал келтіріп, ИП және ТО-ның айырмашылығын атап өттім. Енді мен сіздің қандай кәсіппен айналысатыныңызды білмеймін, бірақ бұл ақпарат жалпыға бірдей болып есептелінеді. Сондықтан егер видео ұнаса лайк, ал сұрақтарыңыз қалса комментарий қалдырыңыздар. Рахмет.